Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздер мен Айгерім. Бүгін сіздерге өте оңай әрі уақытыңызды үнемдейтін, тек қана 3 сағаттан ғана жасалатын таңғы жасалу жолын көрсететін боламын. Қажетті құрамының бәрін осы видеоның астына міндетті түрде жазып қоямын. Ең алдымен 2 сәбізді үкіштен өткізіп аламыз. Сәбізді өткізіп болған соң, табаға осылай салып аламыз. Сәбізі піспей тірі болып қалмас үшін, осылай жылы суды үстінен құйып азырақ, бетін жауып, астын жай отқа қойып, кішкене жұмсарғанша пісіріп аламыз. Енді 4 жұмыртқаны дайындап, дайын болған сәбізді және сүтті, қаламқша тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Табаны жақсылап майлап аламыз, асты жабысып қалмас үшін. Қызып тұрған табаға дайын болған қоспамызды құйып, бетін 10 минутқа жауып қоямыз. Таңғы ас дайын, 10 минутта дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздердің де көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. Егер де видео ұнаса, лайк басып, өз пікіріңізді жазып кетіңіз. Өте қарапайым және қолжетімді заттардан жасалады. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін.